Сәлем Истанбулдан. Бүгін папа видео көндерігімнің 8-ші күні. Кеше бізде разгрузка болды, білесіздер. Сол кішкене ауыр болды маған, уже соң жағында қиынырақ болды. Бірақ енді ұстап соңына дейін бітірдім, тек кефир ішіп. Сосын бүгін таңертең өлшендім. Бүгін 112-де 1 болып тұрмын. Тастаған салмағым 4 кило 200 грамм. 7 күнде 4 кило 200 деген өте жақсы деп ойлаймын. Өте жақсы нәтиже. Енді алдымызда 7 күн көреміз енді қандай болатын. Бүгін бізде жексенбі видео күнделігімнің 8-ші күні. Түркияда бізде қазір бүгін аналар күні. Сол себепті отбасымызбен және жолдасымның басқа бауырларымен мамасының басына барамыз, дұға етеміз. Сосын шығып паркке баратын болармыз. Бүгін целый день енді 3 литр су іше аламын ба, іше алмаймын ба енді білмей тұрмын, қалай болатын. Көре жатармыз, енді кешкі асты далада ішетін болармыз. Қазір енді біздер таңғы асымызды ішеміз, сіздерге көрсетемін. Далада жүргенімізде де, паркта қыдырғанымызды да түсіретін болармыз сіздерге. Енді қасыма адамдар болатын болғасын, ұяламын түсіруге, бірақ жайлап түсіп қараймын. Сосын кешкі асты да көре жатармыз. Қыздар, мына менің таңғы асым. Мен жерде жұмыртқа, оливки, огурцы, перец, помидор, сыр и нан. Жексенбі күндерің жақсы өтсін. Рахмет, ас болсын. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін келесі күні, яғни дүйсенбі. Кеше менің видео күнделігім 8-ші күні болды, я. Бірақ мен видеоны аяқтаған жоқпын ғой, сол себепті неге аяқталмағаным. Мен кешке обычно ужин түсіріп отырып аяқтаймын ғой. Мен кеше түсіре алған жоқпын видеоны ужинға, просто фотосын түсіріп алдым. Неге десеңіз, ажда бәрі тамаша отырғасын, қайдан мен оны видео түсіріп сөйлеп атайын. Сол себепті істеген жоқпын, аяқтаған жоқпын. Соны бүгін аяқтап кетейін деп, кеше біздер бейт басынан кейін бір әдемі жерлерге бардық. Барғанда паркке бардық. Сол жерде түсірдім, азғантай түсірдім. Соны сіздерге көрсетіп кетейін қазір. Artık kesilmezsin, o kadar şey yapmadım yani. Öyle. Toprakla oynamayı seviyor. Evet. Durmuyor ki bu. Şımardı mı göl? Burası göl mü ne? Evet, şurası görür. Çok güzel ya. Ne orada? Міне осындай әдемі паркке бардық. Сосын шыққаннан кейін бір жерден ужин іштік. Сөйтіп жүргенде кеш болды, сол ужин уақыты болды, сағат 6:30 болды. Соны іштік. Сосын бұл жерге мен қазір жабыстырып кетемін фотосын не жегенімді. Өзім тарелкамен салып жедім. Имеется в виду керек заттарымды алып, салат, тауықтың қанаты, котлета, нан ештеңе жеген жоқпын. Сосын қасында айран. Соны жедім, бірақ тойдым кәдімгідей. Таңертең жегеннен кешке бір жеп тұрмын ғой, сонда обед ештеңе жеген жоқпын. Далада жүргесін ештеңе іше алмадық. Сосын осымен соны аяқтап кетейін деп видеоны, ужин фотосын жабыстыру үшін осы видеоны түсіріп отырмын. Осындай жаңағыдай көрсетіп кеткендей ужин іштім. Сол қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліңіздер, қызықты болса лайк басыңыздар, аяқтап жасаңыздар, сіздерге де сәттілік, бірге аяқтайық. Комментарий тастаңыздар, лайк басыңыздар, в общем, тіркеліңіздер каналыма. Анақасын подписаться деген қасында колокольчик бар, сонда басыңыздар, сонда менің видеомды өткізіп алмайсыздар. Рахмет.